Okay, let's go. Қайырлы таң достар, сағат 6:30. Мен бүгін бір жаққа кетіп жатырмын. Былайша айтқанда Аралға. Бірақ оның аты жөнін ешнәрсе әлі айтпаймын, кейін айтар жатармын. Бұл жерде электр қуаты жоқ. Сосын адамдар өте аз. Және де қонағы анамна дейтін ондай атымен жоқ адамдар болса рахмет айтамын. Дегенмен ол жерге паром жүреді. Бүгін мен сонда қонуға тырысамын. Қазір керек заттарымды алдым, бірақ жаңағыдай палатка алып үлгермедім да. Сондықтан енді алда уақытта табиғатпен қалай үйлесеміз көрсететін боламын. Және де 1 сағаттық, 2 сағаттық видеоны YouTube желісіне жүктеймін. Одан кейін Instagramға және TikTokқа қысқаша Аралдағы оқиғаларды айтатын боламын. Сан-Францискода порт-парк Фьор деп аталады. Бұл 41-ге дейін барады. Сол жердің біреуінен отырамын қазір. Бірақ бұл порт ферри деп аталады менің ойымша. Кеше оқығам, сол қателеспесем солай аталады. Бұл яғни бөлек порт. Сол Аралға баратын. Таңғы 8, көшеде біраз адамдар бар сияқты. Біз кетіп жатырмыз. Үстіне шықтық осылай. Қаяқтың үстіне. Біраз орын бар екен мұнда. 100-ден аса орын бар. Бұйырса кетеміз қазір. Бір жақсысы мына жерде төбесінде ыстық беретін ауасы бар екен. Достар, бүгін бізде күн жел, осы Аралда болам. Таулы Арал екен, мен ойлағам кішкене тегістеу болады. Біраз қиын болатын сияқты. Ал достар, Аралға келдім. Бұл Аралда түнге адамдар қалмайды деп естігем. Кіре берісінде кафе бар, туалеттері бар, велосипед сататын жер бар, 1-2 музей бар екен. Бірақ түнде еш нәрсе жұмыс жасамайды. Барлығы кетеді екен. Бүгін білмеймін, түнде кім қалатын, кемпинг жасап палатка құрып қалатын жерлері бар дейді. Мен сол бір жерге кетіп жатырмын. Қазір 40 минут жаяу жүру керек екен. Біздегі музейге балалар да келген. Балалар кетіп жатыр. Мынау туристер көп келсе, яғни мында отырып, арнайы экскурсия жасатады екен осы Аралда. В общем, сондай су бар, туалет бар. Демек, өмір сүруге болады деген сөз бұл Аралда. Бірақ бүгін енді күн жылы, түнде енді салқын болатыны түсінікті шығар. Ал енді кеттік. Ал достар, Аралдағы өмір басталды. Видео істеп тұрған шығар деп ойлаймын. Бүгін күн салқын. Мендегі бірінші күн, артында менің музей жергілікті. Ошын Америкаға тиесілі бір Аралға келіп отырмын. Бірақ қазір мен өте алысамын. Бүгін осында қонамыз. Видео көп болады, сторис көп салам. Бір күн кешіктіріп, өйткені маған батарейканы үнемдеу керек. Бұл жерде электр қуаты жоқ. Түнде мен жалғыз қаламын.
Мәссаған, не деген вид мына жерді қараңыздар. Ё-май. Көптен көк. Арал әжептәуір үлкен, кішкентай емес достар. Тамаша. Достар, бұл аралда кезінде хоспиталь бәрі болған, мінеки хоспитал қазір жабық, заброшенный. Кезінде осында адамдарды әкеліп емдеген, бірақ қандай адамдар десеңіздер, басқа аралда түрме болған, Алькатрас деген, содан адамдарды осында әкеліп емдеген. Себебі бұл да арал, ешқай жаққа қашпашы. Мінеки мынандай үлкен хоспитал, үлкен дегенде кішігірім, енді қатты үлкен емес. Көріп тұрсыздар, барлығы жабық, барлық жерін бекетіп тастаған. Мына жерде қасында пристройкалар бар, қазір тек қана туристер қалған. Мінеки. Имам дәретханасы істеп тұрған, короче. Так, хоспиталдың алдында 7-8 үй бар екен салынған. Ағаштарды абайлау керек, басыма қаламыз. Бұл жақ бақты ғой тропинканың бойына. В общем, осындай табиғатпен үйлескен керемет жер екен. Үйлердің барлығы жабық тұр, осы аралдағы барлығы шегеленген, жабық, ешкім тұрмайды. Бірақ кезінде әжептәуір жақсы район болған сияқты. Район дегенде енді кішігірім арал, жақсы адамдар тұрған сияқты. Бірақ білмеймін, қазір неге бұның барлығы жабық екенін. Сосын бұл жақта церковь тұр, әлі күнге дейін істей ме, істемей ме, түсінбедім. Музейный экспонат сияқты тұр ма? Осыны сондай туристер жүр мұнда. Мінеки, бір үйдің тіпті шторада қалыпты, қорқынышты. Тұрған жылдары 84-дің арасында өмір сүріпті осы үйдің иесі. Бұл үйлер жабық шығар енді. Кешке келіп кіріп қонуға бола ма, болмай ма, сигнализация бар сияқты ғой. Қой құрсын рисковать етпей қойын. Бірақ көріңіз ғой. Енді бертін салып жөгені шығар дегенмен өте тамаша деген сияқты. Бұрын адамдар 100 жыл бұрында жаман емес тұрған сияқты. Қазір мына жақ бәрін жоқ қойған, кірме деген сияқты. Кішкентай сарай бар. Жақсы. Бұл арал әжептәуір үлкен екен, достар. Біраз жүріп келе жатырмын, 1 сағаттай болған шығар. Бірақ асықпай енді бәрін қарап түсіріп деген сияқты. Мына жерде тағы бір үй жабық тұр, ешкім тұрмайтын сияқты. Стилі осындай мінеки, көрсеңіздер. Біраз жыл бұрын салынған. Ешқандай свет, еш нәрсе жоқ. Жалпы паромнан түскен кезде аралдың бетіне қалдыратын жерде, сол жерде жаңағыдай кішігірім кафе, туристік орталық бар, сосын музей бар. Ол жерде электр қуаты бар. Бірақ ары қарай кеткен кезде уже еш нәрсе жоқ ондай. Сондықтан қазір телефонды қуаттап алу керек, сосын бізге қонатын жер іздеу керек деген сияқты ғой. Адамдар бұл жерге осы ғажап үшін келеді. Артында Golden Gate дейтін үлкен мост, ол қазір тұманмен көрінбей тұр. Но ебать, реально үлкейтіп көрсетеді екен, достар. Кәдімгі үлкейтіп көрсеткен, ұлпа екен. Екеуі қойып, кішкентай балалардың бойы жетпейді. 50 цент, баяғыда 50 цент тұрады екен. Айналым үшін. Адам қараса болады. Сан-Франциско мына жаққа, мына жерде бері қарай Алькатрас дейтін остров. Көрдіңіздер ме? Мына жақта Golden Gate көрініп тұр. Мына жақта Treasure Island дейтін остров. Басқа жердің құрылығымен, короче, қосатын мост сол жақта.
Ош екі үлкен ұзын анау, үлкені мұның қолын кейттегі. Мен өзім кемпингіме бара жатырмын. Ол где-то примерно шыны бар дейді бір жерде. Әлі тапқан жоқ. Кеттік. Мынандай кемпинг менен басқа ешкім жоқ сияқты от жағуға болмайды дейді. Мінекей мына жерге қонсам болады деп жазып қойыпты. Осы жерге келіп жатырмын. Мына жерде низко пристройка бар екен ана жақта. Мына не екенін білмеймін. Жауық тұр. Барбекю қууруға болады. И мына жерде біраз жазып қойыпты. Батарея Уолс дейді. Көрдіңіз бе, қорғаныс қамал болған кезінде осы жерде. Міне пушканың орны. Көрдіңіз бе? Мына жерде қару орналасқан кезінде. Бұрынғы қамалдың бөлшегі. Оны мына жерде мінекей жазып қойған екен. Көрдіңіздер ме? Барбекю жасаған адамдар. Мен қазір өзіме палаткаға орын іздеймін. Қонатындай қылып. Міне. Ашында бір нәрсе бар сияқты. Осы жерде бүгін қонам. Бар қызығы ешкім жоқ бар ол менен басқа мына жерде. Тақауда ешкім қонбайтын сияқты, күндіз келіп кететін сияқты. Өзіме орынға таңдап қойдым, бір ағаштың бауырын. Қазір жерге палатка сем ағаштарды жинап, палатка істеуге тырысамын. Түнде енді не бір шу болады, не бір қорқынышты болады. Короче, шыдаймыз. Кстати, бір телефоным өлді, интернеті бар. Енді мынаны екінші, ана Powerbank вообще жарамсыз. Қосып едім, сразу өліп қалды ғой. В общем, новый ал деп тұр ғой, примерно. Примерно осылай. Қазір обед шулайын. Сосын бір 2 сағат мызғылап. Мына жерде астында пляж бар екен, соған барам. Мына жерге жасайын деп шештім. Қазір орын дайындап отырмын. Осы екі ағаштың арасына кішкене күннің көзі басқа жаққа түседі. Бір түрлі кеттік. Күрпішек міне. Осында ішінде түнейміз. Нормально ма? Базар жоқ па? Істеуге 1 сағаттан аса уақытым кетіп қалды. Хорошо, что барлық бұтақ барлығы жан-жақта шашылып жатыр. Осы мынандай күрпішек істедім. Қураған. Енді жапырақтарды сындыруға тырысқан жоқпын, құрсын деп. Осының астына кіріп, кіреберісіме сумкамды қоя саламын. Осы кіреберменде басқа еш нәрсе жоқ деген сияқты. And if you hear this and then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
Bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, yeah. About to catch another fight, yeah. The apple bottom make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put then your you gotta hands let 'em up, go. feel You can have the anybody, beat any money, ho. DJ When you a boss, Janelle you can do what you want. Segano Remix. Shake my show my thong, do my thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Dum diddy dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, dum diddy dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, Back in your one, boy, you killed this one, dog. Baby, keep moving that thing, baby, keep moving that thing. I wanna take it to the boom, boom, boom. So following is not a test, DJ. Bring it back, bring it back. Hey, bring it back, bring it back. Hey, bring it back. Baby, work it out, baby, work it out. Baby, work it out, baby, work it out. If you see a girl that can shake, tell her just like this. Baby, take it down, baby, take it down. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. I'm next to blow. B to the I to the T, T to the B, B to the U, double the L. Me, I'ma sail like X to the blow. Mark my words, I'm next to blow. B to the I to the T, T to the B, B to the U, double the L. Me, I'ma sail like 5, 4, 3, 2, 1. About to catch another fight, yeah. The apple bottom make him wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You can have anybody, any money, ho. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. Shake my show my thong, do my thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Бесінші неде жүрмін мен. 5-ші лагерьде ешкім жоқ екен. Мына жерге бір палатка қойса болады. Ана жерде бір палатка қоятын жер бар. Кіре берсе бір палатка. Мына жерде бір палатка. Еще мына жерде өзінің лестницасы бар, несі бар екен, качалкасы. Вообще мына әдемі. Келесіде 5-ке келем палатка алсам. Просто мен уже басқа жерге орналасып қойдым. Мына жерге бір палатка істесем болады екен. Менің палаточный городогым әне сумкам тұрған жерде. Номер 6 салынған жақта. Анау мына жерде кезінде пушка болған, қару. Осы жерден жауларды атқан ғой, короче. Қондырғы болған. Военный. Қараңыздар, әлі сақталған. Таза бетоннан құйылған бәрі. Масқара. 100 жыл, 150 жыл бұрын салған ғой. Сан-Францисконың мына жақтан жаулар шапқан кезде қорғау үшін. Көрдіңіздер ме? Мен енді барып 1-2 сағат ұйықтап алайын. Жасаған палаткамды. Сосын кешке пляжға қарай барып жүрмін. Әлі аралдың 3-тен 1 бөлігін қарап бітіп жатырмын. Әлі біраз қарау керек. Үлгеремін, үлгермеймін бе? Көреміз. Сендерге туризм, туалетке келіп тұрмын. Дәл менің кемпингімнің қасында. Ішінде қағаздары бәрі бар. Көрдіңіздер ғой. Мінекей осылай дамиды ғой. Тоже ағаш туалет біздегідей. Бірақ кішкене сасып тұр енді. Өйткені канализация жоқ. Бірақ іші бәрі тап-таза, приятно. Еще келген адам былай бүйтіп жауап адамдар нетіп кетеді екен. Ішінде свет бар. Күндіз солнечный батарея мінекей мына жерде тұр екен. Түнде өзі қосылады. Мен тазартып керек. Паутина басып кетті. Вот так вот туризм. Сағат кешкі 7-ге жақын мен жағалауға кетіп жатырмын. Күн батайын деп жатыр. Барып кешкі тынық мұхитын түсінейін деген ғой. Сондай таяқты болғаным күшті.
кетпейді. Мынау деген не деген атмосфера. Қорқынышты достар. Мәссаған. Түсу керек төменге қарай екен. Уже опырылып жатыр. Құрметті достар, осы сәтті пайдалана отырып сіздерге айтарым. Шетелге шығыңыздар, арманданыңыздар, алға қарай жүріңіздер, жүрегіңізді тыңдаңыздар, барлығы жақсы болады. Енді мені қолдап отырыңыздар, барынша көп лайк басып, комментарий жазып, барлық жерде. Өйткені бұндай нәрселерді, табиғатты болмаса басқа да ақпараттарды көп айтам, көп көрсетем. Дауысым дұрыс естілмей жатқан шығар, сіздермен болған Джаник, ал менің бірінші күнім бүгін аралда аяқталуға жақын. Ал айтарлықта үлкен емес, бірақ кішкентай да емес. Мына жақтарда болған жоқпын әлі. Арт жағына барған жоқпын. Не отқан білмеймін. Мен тек мына жақтарды ғана араладым әлі. До конца емес. Қазір Тынық мұхитына келедірмін. Жағасын аралайын. Көреміз қандай атмосфера екен. Үйде су бар екен. Қазір көреміз, істейме ма. Дәрет алуға жақсы сияқты. Опа, аралар су ішіп отыр. О, істей деген достар. От жағу керек деп шешіп отырмын. Қазір мынаны жағамын. Кішкене оттысын 1-2 сағат өзімді алдық. Әлі ұйқыға ерте. Кеш енді батып отырмыз. Солай болып. Короче, бықсып жатыр. Потому что мынау менің астында воздух жоқ, тесіктер жоқ та. Поэтому от жағу қазір қиын болып жатыр. Дегенмен жауын жоқ. Бұйырса қазір тұтатып аламын деп ойлаймын. Думая о тебе в каждом мгновении, ты мой свет в этом мире, с тобой мысли мои в тишине. Думая о тебе в каждом дне. Вторая строфа, вечер тихо спускается на город. Сөйтіп жүргенде түн батты. Сосын мен телефонда жаңағындай сөндіріп тастадым. Өйткені маған будильник керек болды, уақытты білуім керек болды. Өйткені таңертең паромнан қалып қоймасы үшін. Сондықтан түнде көп нәрсе түсіре алмадым. Бір түніміз өтті. Қайырлы таң. Мына жақта көңіл кетіппіз. Күшті. Маған малмен май қалатын болса, мына жерге келіп отырып, Сан-Францискоға қарап отырып, таңғы ас ішемін ғой. Мына жақта Голден Гейт, мына жақта Сан-Франциско Алькатрастың түрмесі, мына жақта Трежикайна деген үлкен мост. Мәссаған отырып, осы жерде таңғы ас ішесің. Нанға майды жақ. Өзімен алып шыққанға кіресің. Голден Гейт осы кезде ғана көрінеді ғой, үйге қайтып бара жатқан кезде.
тұман сейіліп әдемі көрініс болады, сондықтан мен түсіріп алайын деп есептедім. И Сан-Францискода көрінеді, Алькатраста көрінеді, тамаша көрініс. Я не хочу писать тебе стихи, и песен посвящать уже не буду. Забуду все свои аккорды и шаги, они горят внутри меня, но я забуду. Ты недостойна штурма баррикад, я страшно ошибался, дорогая. На край земли я не пойду искать звезду, да просто в мире нет такого края. Он где-то бесконечно далеко, на самом удаленном уголке вселенной. Петь про тебя, так петь бессмертные хиты, писать, так исключительно поэмы. И на врата Царьграда прибивать свой щит во имя и победоносно. Ты стала целым... Я, достар, бұл арал маған ерекше көңіл күй сыйлады. Кәдімгідей демалдым, шыны керек. Алайда көп қала алмаймын, жұмыс істеу керек, үйге бару керек деген сияқты. Сондықтан паром келгеннен кейін бұл аралдан кеттім. Ал енді Сан-Франциско ерекше, бөлек, әсем қала. Келесі жолы көріскенше баршаңызға рахмет. Жизни виноваты, дуать диплома нахуй и работу нахуй. Мама считает, что сынок родился не в рубахе. Знаешь, я такой, какой вырос когда-то среди